Келесі ақтықсымға шығып отырмын. Аллаға сансыз шүкір етемін. Енді келесі жекпе-жек ол Қытай мемлекетінің қызымен болады, Алла бұйырса. Бүгінгі кездесу оңай болған жоқ. Негізінде Солтүстік Корея мемлекетінің қыздары өте жақсы. Сондықтан да біріншіден тактикалық тұрғыда қатты дайындалдық, және де психологиялық тұрғыда да дайындық өте қажет болды. Аллаға шүкір, бапкерлердің тактикасының арқасында, өзімнің бапкерімде жеке барлығын қарап, тактиканы құрғанның арқасында сол жеңіске жетіп отырмыз. Аллаға шүкір. Тек алтын отыр барлығы, сәттілік бұйырса. Рахмет үлкен, Алла бұйырса. Енді бұл менің үшінші жарысым. Аллаға шүкір, кішкене бейімделіп қалдым, бір жылдай болды. Осы салмақта жұмыс жасап жатқаныма. Ары қарай да әлі күш қуатты артыру керек деген ойдамын, бірақ қазіргі кезде өте жақсы деп, өзімді өте жақсы сезініп тұрмын. Шүкір, барлық қолдаушыларға үлкен рахмет, және де осы үлес қосқан бапкерлерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Өзіміздің жеке бапкеріме де, біздің бас бапкерімізге де үлкен рахмет айтқым келеді, және де біздің күш қуатымызды арттыратын Мұхит ағайымызға, және өзімнің жеке Мұхамедин ағайыма үлкен алғысым айтқым келіп отыр. Баршаңызға көп рахмет. Шлемді алып тастаған кезде біраз ой неге алды деп солай естіп едік. Қазір енді қуаныштысың ба? Негізінде өте қуаныштымын бас киімді қайтадан оралдырғандарына, өйткені қыз баласына ол өте үлкен зақым алып келеді деп ойлаймын. Сондықтан да бас киіммен ыңғайлы, өз басыма ыңғайлы шыны керек. Ал бас пен бас соғысқан кезде өте ауыр соққылар болады, және де денсаулыққа өте ауыр. Одан бөлек, негізі егер кәсіпқой бокс болатын болса, онда бас киімсіз болар еді, ал бізде 4-5 кездесу болып жатыр, сондықтан да өте ауыр.